Сәлем жандарым. Мама? Неге ұйықтамай жатырсыңдар? Бірақ мамам келе алмайым деп еді ғой. Бәлкім, бұл Қыдыр ата шығар. Қыдыр ана. Шынымен сол болса, оны жақсылап күтіп алуымыз керек. Төрлетіңіз, отырыңыз Қыдыр ана. Қыдыр, кім дейсіңдер? Сізге ең жұмсақ төсек дайындап қойдық. Рахмет, шынымен жұмсақ екен. О, әкеліңіз, мына қапты мен алайын. Ішінде заттар бар. Ол аман сау тұрады, сөз берем. Ал мен үнемі сөзімде тұрам. Айтпақшы, биыл мен өте тәртіпті болдым. Көп сурет салдым, әке-шешеме көмектестім, бауырыма да. Иә, Тима? Қыдыр ана, мен де тәртіпті болдым. Міне, мынау сізге. Дәмін көріңіз. Рахмет жаным. Оны қайдан? Қыдыр ана, одан да менің суымды алыңыз. О, менің көрпемді де. Міне, шәркемді алыңыз. Ұялмаңыз. Оны сәл ғана шайнадым. Рахмет балалар. Сондай сүйкімдісіңдер. Иә, біз барымызды салдық. Сыйлықтарымызды тезірек алғымыз келеді. Сыйлық? Қандай сыйлық? Не? Лала, ол бәрін естіді деп едің ғой? Тима, доғар, әдепсіздік танытпа. Мен опадалап алғым келеді. Алмаған, жасыл жүк көлігі, жасыл басқару пульті мен. Саған ше, сұлу. Мен әке-шешеміздің Наурызға келгенін қалаймын. Расымен де. Бүгін келеміз деп уәде еткен, бірақ келе алмады. Мамама барғым кеп тұр. Тіпті жасыл жүк көлігінен де қатты. Кешіріңдерші балақайлар. Аналарың екеуміз көңілдеріңді түсіргіміз келген жоқ. Қыдыр әке? Жоқ жандарым. Уайымдатқанымыз үшін кешіріңдерші. Мама! Корпоративте сәл бөгеліп қалдық. Есесіне сыйлық алып келдік. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!